Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қытырлақ баклажаннан дайындалатын салаттың ең оңай рецептісімен бөлісетін боламын. Баклажандарымызды алып, сыртқы қабығын ашып тастайтын боласыздар. Кейін баклажандарымызды ортасына бір бөліп, және де тағы да бөліп, қиғашынан немесе төртбұрыш өз қалауларыңыз бойынша бөліп аласыздар. Бөлек ыдысқа салып, мен бұл жерде 2 баклажанға 2 ас қасық кукурузный крахмал пайдаландым. Крахмалымызды салып, жақсылап араластырамыз. Кейін қызып тұрған майымызға аздан баклажандарымызды сала отырып, әдемілеп қуырып алатын боласыздар. Негізі бұл салатқа көбі рукколаны пайдаланады. Мен өзіме руккола ұнамағандықтан осылай мен салат жапырағын пайдаландым. Өте дәмді болып шығады. Салат жапырақтарын ыдысымызға саламыз. Және де черри помидоры немесе кәдімгі күнделікті қолданып жүрген помидорларымызды алып, оны да 2-3 бөлікке бөлесіздер. Помидорымызды да ыдысымызға саламыз. Кейін осының үстінен қуырылған баклажандарымызды салып, өте дәмді қытырлақ болып шығады. Енді кезекте аздап тұз себеміз, және де соусымызды құямыз. Осы аройдың соусын пайдалансаңыздар, өте дәмді болып шығады. Және де аздап бір ас қасықтай соевый соус қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қатты езіп алмаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді салат болып шығады. Міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.